Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дөнер жасаймыз. Оған қажетті заттар: тауықтың төс еті, картоп, сәбіз, қияр, қызанақ, паприка, майонез, кетчуп және лаваш. Достар, біз бірінші картофель пайды пісіріп аламыз. Біз оны чоркадан өткізіп, салқын сумен жақсылап тұрып жуып кептіріп алдық. Бірінші майонез саламыз, сосын кетчуп саламыз, сосын үстіне помидор, үстіне картофель пай, енді үстіне сәбіз, енді үстіне қияр, енді үстіне ет. Достар, біз енді бұны қызып тұрған табада астын майламай, екі бетін пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің дөнеріміз дайын. Егер де сіздерге менің рецептімді жасауға кеңес беремін, және де менің арнама тіркеліп комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.